Қазір күн салқындап келе жатыр. Адамдардың көбісі етікке мәсіх тарту, мәсіге мәсіх тарту жайлы үкімдерді сұрап жатады. Енді жалпылама мен түсіндіріп кете салайын. Мысалға сіз егер етіктің сыртына немесе мәсінің сыртына мәсіх тартатын болсаңыз, онда мысалға сіз таңертең тұрған уақытта дәрет алдыңыз толықтай. Одан кейін дәретіңіз бұзылмай жатып етікті киіп алдыңыз. Мысалға нәскидің үстіне етікті кие салдыңыз. Енді күндіз жұмыс істеп жүрген уақытта жұмысыңызда сіз аяқты шешпейсіз мысалға. Ондай жағдайда дәрет бұзылса, не істейсіз? Дәрет аласыз да екі етіктің сыртынан мәсіх тартып намаз оқи берсеңіз болады. Етік таза болса болды. Етік таза болса болды. Кейін, егер сіз мысалға етіктің ішіне мәсі киіп алатын болсаңыз, ондай жағдайда оның мәселесі былай. Қараңыздар, мысалы, толық дәрет алдыңыз, мәсі киіп алдыңыз. Дәрет бұзылмай жатып етік киіп алдыңыз. Онда етіктің сыртына мәсі тартып жүре берсеңіз болады. Дәрет бұзылғаннан кейін. Ал егер дәрет бұзылғаннан кейін етікті шешсеңіз, онда не істеу керек болады? Дәрет алып болғаннан кейін мәсіге мәсіх тарту керек болады. Себебі сіз етікті шешкен уақытта дәретсіздік мәсіге өтеді. Сондықтан мәсіге тарту керек. Кейін мынандай бір сұрақ келуі мүмкін: қандай етікке мәсіх тартса болады? Мейлі ол баулы етік болсын, сырмалы етік болсын, айырмашылығы жоқ. Ең бастысы қалың болып тобыққа дейін жауып тұрса болды. Осы етіктердің барлығына мәсіх тарта берсеңіздер болады.